Hayırlı gün, hürmetli arnamыздың жазылушылары мен қонақтары. Бүгін даладағы қой туралы сөйлеп әңгімелемекпіз. Далада жуықта қой туып қалған екен, сол қойға бардық, қозысын алдық, үйге алып келдік, қара төбел қозы туған. Енді бұл видео негізінен ауылды сағынған адамдарға, ауыл тірлігінен хабарлы болғысы келетін адамдарға арналған видео. Қошақан шешесі жалап атқан сәтін көрсеткіміз келді. Қошақан жатырда жатқанда қағанаққа оралып жатады, яғни аузыменен тамақтанбайды, күндігімен тамақтанып, күндігімен алып алады. Дүниеге келгеннен кейін тұңғыш рет қағанақ жарылып, тұңғыш рет дем алып, тыныстап, тұңғыш рет аузымен дыбыстап, жаңағыдай қағанағынан құтылады. Мына жерден қой қағанағын жалап жатыр. Бұл жерде бәріп жүруге енді бұл жеркенішті көрініс болуы да мүмкін, бірақ қой қозысын, яғни төлін өстіп сыртындағы қағанағынан құтқарады. Енді бұл жерде қой неге жалап жатыр дейтін сұрақ болатын болса, қой бұл кезде қатты шөлдейді. Сол себепті жеп жатыр. Үй жағдайында қойға су береміз, бірақ та еш уақытта да салқын су беруге болмайды. Өйткені бұл кезде қойдың ішіндегі қызудың қатты болатыны соншалық. Салқын судан оның іші не салқын тиюі мүмкін. Сондықтан қой әрі қарай, қой болсын, сиыр болсын, қай жануарда әрі қарай өліп те қалуы мүмкін. Сондықтан жылы су берген абзал. Жылы су бір жағынан шөлін басады, бір жағынан жылы су ішкен малдың сүті де әдеттегі салқын су ішкен малдың сүтінен гөрі мол болады. Енді бұл жерде біздің қойымыз Еділбай, міне қара төбел қозы туып жатыр. Сәлден кейін мауқын әбден басқаннан кейін қозысын алып кетеміз. Өз сияқты жүздеген қозының арасынан шешесі қозысын осы кезде алған иесінен еш уақытта да адаспай табады. Бұл енді табиғаттың ғажайыбы. Енді Еділбай қой туралы алдағы сандарымызда, алдағы шығарылымдарымызда айтатын боламыз. Хош, сау болыңыздар.